Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті, қанатты, мен жастарға сенемін. Мағжанның мақсаты ел бірлігін, бүтіндігін сақтау болатын. Қазақ өлеңінің абайдан кейінгі алыптарының, айтулы алтын діңгектерінің бірі ғана емес, бірегейі Мағжан Жұмабаев. 1893 жылы қазақша жылан жылғы маусымның 25 жұлдызында Арғынның Атығай дейтін танабына тарайтын Өтеміс руының әлеуетті кісісі Жұмабай Қажы немерелі болады. Бұл алпыстың бесеуін еңсерген қарттың ортаншы баласы, Бекеннен көрген төртінші немересі. Ауыл молдасы азан шақырып жаңа туған нәрестеге Әбіл Мағжан деп ат қойды. Жұмабай әулеті ол кезде ата қонысы Сасық көлде отырған. Мағжан туғанда бұл аймақ Ақмола губерниясы, Қызылжар уезі, Сарайғыр болысы аталатын. Мағжанның арғы аталары Шонай, Өтеген, Өтеміс болып келеді. Одан әрі Атығай, Арғын. Осы тектерінен азы көпті мәлімет қалғаны Шонай. Мағжан бойындағы серілік, ақындық қасиеттер әкеден болса, жүрегінің жұмсақтығы, нәзіктігі, жолдас, достыққа қалтықсыздығы, жұртқа қайырымдылығы осы шешесінен деседі. Бала Мағжан қандай болды екен? Мағжан бала кезінде ұшып қонып бір жерде отыра алмайтын тас қайнаттың нағыз өзі болған. Қасында отыратын кісі табылмай қалса, шешесі кереуеттің аяғына байлап кетеді екен. Естияр шағында күрт өзгереді, ойға батып тұнжырап жүретінді шығарады. Айтылған сөзге көңіл бөлмейді, балалармен ойнап кетуді де ерте қойған. Жеке тұрып қалады, сол үшін апасы Күләнда Мағжанды Марғау атандырып жіберіпті. Медреседе білім алу Мағжанға не берді? Ғалия медресесінің қабырғасында оқи жүре Мағжан тапқан үлкен олжа, ол әдеби ортаға енді. Мұнда ол тамаша дос пікірлестер тапты. Бір Ғалымжан Ибрагимовпен танысудың өзі неге тұрады? Сәйке шәкірттің медреседен кетуі деген әңгімесімен жұрт көзіне түскен Ғалымжан Ибрагимов өзінен 6 жас кіші Мағжан Жұмабаевтың ақындық зор болашағына татар әдебиетінде алғаш қол қойғандардың бірі. Ол Мағжанның тұңғыш өлеңдер жинағы Шолпанның 1912 жылы жарық көруіне қолғабыс етті. Өзінің қазақ қызы 1924 жылғы романына эпиграф етіп, Мағжанның айға өлеңнен шумақ алуы бір жағынан жас ақынға көрсетілген ізет ишарасы еді. Ғалия медресесінен мол даярлықпен келген Мағжанның есілдердің енді өлең баурап алды. Мағжан 19 жасында қазақ мұны мұңдаған. Мағжан Шолпан жинағынан сірәді ақындық даңқтан дәмеленгеннен гөрі елінің жерінің болашағынан бір жақсылық үміт күтті ме екен деп ойлайсың. 19 жасар уыз жігіттің ойнақы бозбалалық тақырыпқа елітпей, бірден қазақ мұңдауы таңғажайып құбылыс. Шолпан тез тарап, қазақ поэзиясы аспандағы жаңа жұлдызға жұртшылық таңырқай қарасты.